сөз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан композиторлар одағының төрағасы, композитор, профессор Әбдінұров Серікжан Құттымбекұлына беріледі. Құрметті Абай облысының өнерсүйер қауымы, сіздерді Қазақстан және Татарстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Татарстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан композиторлар одағының ертіс өңір филиалының басшысы болған Жанияров Олег Сайдулловичтің 80 жылдығына арналған еске алу кешімен шын жүректен құттықтаймын. Олег Сайдуллович Өскемен музыкалық училищенің, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын үздік аяқтап, туған өлкесі Мұқан Төлебаев атындағы Семей музыкалық училищене оралып, жас дарындарға ұстаздық етті. Абай атындағы музыка драма театрында бас дирижер болды. Көптеген облыстық, республикалық, халықаралық конкурстардың лауреаты атанды. «Орлиная песня», «Тот самый Ходжа Насреддин» операларының, «Гранатовый сад», «Дюймовочка», «Дагестан» балеттерінің, фортепиано, фагот аспаптарына арналған концерттердің авторы. Бірнеше симфониялар, увертюралар, поэмалар және «Великий волшебник», «Қаракөз» спектакльдеріне музыка жазды. Ертіс өңірінде Қазақстан композиторлар одағының бәйтеректері Теміржан Базарбаев, Жолан Дастенов, Мәуліт Рахымдаевтармен бірлесе өнер мен мәдениетті өркендету жолында жемісті еңбек етті. Мәдениеті биік елдің рухы биік. Кәсіби өнер адамы ретінде өзінің мүмкіндігінің диапазонының кеңдігін байқатты. Ол ұлағатты ұстаз, дарынды композитор, дирижер, өнер қайраткері болды. Республика деңгейде өтіп жатқан Олег Сайдулловичтің рухына арналған өнер тойы құтты болсын. Айналаңыз аман, төңірегіңіз түгел болсын. Құрметпен Қазақстан композиторларының төрағасы. Құрметті халайық және тағы да ресми байланысты қосқым келетіні, жаңа айтылғандай өздеріңіз білесіздер, осы ертіс өңірінде Қазақстан композиторлар одағының филиалы болды. Онда Теміржан Базарбаев ағамызда, Жолан Дастенов ағамызда, Олег Сайдуллович ағаларымызда басшылық етті. Міне біраз жылдар болды, осы филиалдың жұмысы тоқтап қалды. Енді қазір филиалдың жұмысын қайта жандандыруға мүмкіндік бар екенін көріп отырмын. Сондықтан да осыны барлығымыз бірлесе қолға алып, қайтадан өңірдің өнерін, мәдениетін композиторлар жағынан өсіруге бірге атсалысуға шақырамын. Үлкен рахмет.